Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әкенің баланың алдында 4 міндеті бар dedi. Бірінші міндеті haqqul waladi alal walidi. Бірінші жазу сызуды үйрету. Балаларымызға жазу сызуды сауаттылыққа үйрету бұл біздің әкелік міндетіміз екен. Екінші міндетіміз вассибахата, балаға жүзуді үйрету. Жүзу бұл сүннет. Жүзуді үйретуіміз керек. Ол денсаулығына пайдалы. Үшінші варрамия, садақ атуды үйрету. Біздің дәстүрімізде де бар. Садаға үйрететін балдарға әкелер. Төртінші ва ан юаддибаху таййибан. Төртінші оған жақсы етіп тәрбиелеу деген. Өйткені тәрбие сондай, әке балаға жақсы тәрбие берсе, жақсы нәрсені үйретсе, ол садақа бергендей сауап алады.